Көптеген елдерде онлайн сатып алудың үлкен мерекелері бар. Ақшта мұндай мереке Амазонда, Қытайда Алиэкспрессте, ал Қазақстанда Каспий KZ'тің Каспий жұмасы тиімді сатып алудың айтулы мерекесіне айналды. Қазақстандық сауда саласындағы басты оқиға туралы тілшіміз Нұргүл Нұрланқызының репортажында. Өткен жексенбіде бүкіл халықтық 3 күндік Каспий жұма тиімді сатып алу мерекесі аяқталды. Қазақстандықтар 24 айға киім, аяқ киім, жиһаз, әшекей бұйымдары, автокөлік дөңгелектері, қысқы спортқа арналған заттар мен жүздеген басқа да тауарлар мен қызметтерді Каспий KZ қосымшасы мен бүкіл ел аумағындағы дүкендерде сатып алды. Каспий жұманың экономикаға әсері туралы біз Каспий KZ басшысы Михаил Ламтадзеден сұрадық. Каспий жұма бұл тек бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесі ғана емес. Біздің серіктестеріміз үшін де үлкен сатылым мерекесі. Бүкіл ел аумағында Қазақстанның барлық қаласындағы 2000-нан астам дүкен Каспий жұмаға қатысты. Бұлар сауда мен қызмет көрсетудің түрлі саласының өкілдері, электроникадан бастап туристік агенттіктерге дейін. Компанияларда әртүрлі, шағын, орта, ірі бизнес. Каспий жұма бұл жолы барлық рекордтарды жаңартты. Сатылым көлемі біздің бағалауымызша 50 миллиард теңгеден жоғары болды. Бұл өткен жұмадан 2 есеге көп. Біздің серіктестеріміз үшін бұл қосымша табыс, бизнеске инвестиция. Түпкі нәтижесі ел экономикасын қолдау. Каспий жұмаға қатысушылардың барлығы алдын ала дайындалды. Тауар түрін көбейтіп, қосымша тауар алып, қызметкер санын арттырған. Мерекенің нәтижесі күткендегіден де асып түсті. Қатысушылардың көпшілігі әрбір сатып алушының көңілін табу үшін түн ортасына дейін тәулік бойы жұмыс істеген. Қазір бізде адам көп, таңертеңнен толастамай тұр. Барлығы Каспий жұма туралы сұрайды. Қалай сатып аламын, қай жағынан серіктессіз дейді. Көріп тұрғаныңыздай кассада кезек. Барлығы осы күнге дайындалған. Жай күндері Каспий жұмаға қатысасыздар ма деп сұрайтын. Демалыс күні сатылым көлемі 3 есеге өсті. Біз үшін де сатып алушылар үшін де тиімді. Сатып алушылар дәл қазір сапалы аяқ киімнен бірнешеуін сатып алуына болады. Қалтасын да қақпайды. Біз үшін бизнес сатылым өседі. Каспий жұманың алғашқы сағаттарында біз көп өтінім қабылдадық. Өтінім көп болды, және бұл дәл қазіргі кездегі ең тиімді шарттар. Барлық елдерді, бағыттарды, Египет, Таиланд, Эмират, Хайнянь, тіпті Доминикан мен Мальдив аралдары. Адамдар жаңа жылға да, жақын уақытқа да таңдады. Біз Happy Travel командасы бұл күндері тоқтаусыз жұмыс істедік. Келесі жолы қуана қатысамыз. Қазпошта Каспий жұмаға бірінші рет қатысып тұр. Біз бүкіл халықтық сатып алу мерекесінде болғанымызға қуаныштымыз. Осы күндері тапсырыс көлемі әдеттегі күнге қарағанда 20 есеге өсті. Жұманың 3 күнінде бізге 25 мың тапсырыс берді. Қазір жеткізу жұмыстары қызуда. Бүкіл ел бойынша сағатына 280 тапсырыс орындаудамыз. Қазпошта еліміздегі ең шалғай өңірлерге тауар жеткізеді. Дүкендерде таңдау мүмкіндігі аз жерлерге апарамыз. Енді клиенттерімізде Каспий KZ'тегі магазиннен қалағанын тауып есігіне дейін қиналмай жеткізу мүмкіндігі бар. Каспий жұма сауда саласында ерекше құбылысқа айналды және зат сатып алуды ыңғайлы қолжетімді жасап, Қазақстандағы бизнес пен экономиканың дамуына ауқымды үлес қосуда. Сатып алу мерекесі жылына 2 рет өтеді және әр жолы сауда мен қызмет көрсету саласындағы серіктестер саны көбеюде. Келесі Каспий жұма алдағы жазға жоспарланған. Нұргүл Нұрланқызы, КТК.